Отырарда 10 шақтыған бой көтерсе, сол жылдары отырарда 1001 жинасаған бой көтерген еді. Өкінішке орай, солардың ішінде біздің танитымыз тек қана Әбу Насыр әл-Фараби. Және Әбу Насыр әл-Фарабидан басқа 30 әл-Фараби ғұмыр кешкенін, олардың физика, астрономия, математика салаларында дүниежүзілік жаңалықтар ашқан білмейтінімізді ұғымауымыз қандай өкінішті. Егер адам бойында ең асыл қасиет рухани парасат болса, онда қазіргі кезде біз Отырар қаласының тарихын түгеліндей миымызға сіңіріп алар едік. Дайыл, тоқта! Дайыл! Кешір Әбу, күтпегеніме. Бақсын. Дайыл! Бұл менің ғана. Ассалаумағалейкум ата. Уағалейкум ассалам. Ассалаумағалейкум ата. Уағалейкум ассалам. Балақайлар, балапандар, көгерім, сендерге бір сауал қойсам деп едім. Туған жан деп өнермен, өртімен. Қаншама елмен сауда-саттық жасауға соншама ерліктерін керек қой. Табу үшін жұрт таппаған айланы, көру үшін жұрт көрмеген пайданы, шығу үшін жұрт шықпаған белеске, жұрттан асқан білім керек емес пе? Дәлім тапсан, кім созбайды қол үшін? Өнер қажет, білім қажет, сол үшін. Олам, желі қуыпсың. Неге мұнша желтоқсандай суықсың? Барымызға туғандарын болар деп қуанып ең. Сорымызға туыпсың. Сор боларсың, одан не мәнді барсың? Бәлкім, арманыңды қайта қарарсың. Арманды өзгерте алман, жан баба. Ал сен қалай бақыттадың нұрыңды? Жасырмай айт, жасқынбай айт сырыңды. Менде де бар бір арман. Маздап жанып, қол бұлғайтын шынардан. Ұлы баба, бірақ менің арманым парыз менен махаббаттан құралған. Шамын жақсам ғылым менен өнердің. Елімді зор мерекеге бөлермін. Бұл сапарым азаптыда шығар ал. Емәз майрам, біреуің үшін күрсінумен өтермін, біреуің үшін сүйсінумен өтермін. Сөйте, мен де өмірден кетермін. Беттеріңнен жарылқасын тәңірім. Ал жарайды, батам осы барында, туған ұлы отырарда дарында.